Ол мен оқып берсін дейді. Әзірет оның сұрағы мынадай: Мұхаммед сендердің еркектеріңнің ешқайсысының әкесі емес, бірақ ол Алланың елшісі әрі пайғамбарлардың мөрі деген аят бар. Осы аяттағы хатаман набиин, пайғамбарлардың мөрі сөзінің мағынасын ахмадилер қалай түсінеді және басқа ахмади емес мұсылмандар қалай түсінеді? Қысқаша салыстырып беріңізші. Қысқаша болсын деген шарт, қиын, қалғаны оңай. Өйткені мәселені шын түсіну үшін оның барлық қырына жарық түсіру қажет. Бұл ахмадилер мен ахмади емес ғалымдар арасындағы негізгі келіспеушіліктің себебі. Бұның не екенін түсіндіруім керек. Менің ойымша, хатаман набиин аятына қатысты. Шын мәнінде, біз бен басқа ғалымдар арасында ешқандай түбегейлі келіспеушілік жоқ. Бұл пікірімді сізге алдымен түсіндіріп берейін. Неге десеңіз, олар бұл аятты Әзіреті Мұхаммедтен кейін, саллаллаху алейхи уассалам, барлық түрдегі пайғамбарлық мәңгілікке тоқтады деп аударса да, сіз олардан әрі Мәсіх келе ме жоқ па деп сұрасаңыз, олар әрине келеді. Егер біз бұны жоққа шығарсақ, кәпір боламыз дейді. Сіз тағы сұрайсыз, ол Алланың пайғамбары бола ма, әлде оның пайғамбарлығы аспанда қалып қоя ма? Олар түгелімен шиит болсын, сүннит болсын, кез келген молда, әрине ол Алланың пайғамбары болады. Кімде-кім оның пайғамбарлығын жоққа шығарса, ислам дінінен шығады деп айтады. Дұрыс қой. Енді айтыңызшы, біз де Мәсіхті Алланың пайғамбары деп мойындаймыз. Біз Әзіреті өделенген Мәсіхті, алейхиссалам, Мәсіх ретінде танимыз. Олар бізге өделенген Мәсіхті мойындадыңдар. Бірақ неге оны пайғамбар дейсіңдер, дейді. Ал өздері болса, болашақта келетін адамын Алланың пайғамбары болады деп қазірден мойындайды. Онда айырмашылық қайда? Хатаман набиин аяты тұрса да, ешбір ерекшеліксіз сол барлық ғалымдар әлі келмеген, бірақ бір күні келешекте келетін Мәсіхті міндетті түрде Алланың пайғамбары болады деп есептейді. Сонда біз, онда арамыздағы айырмашылық неде деп сұраймыз. Олар айтады, біздің сеніміміз бойынша Әзіреті Мұхаммедтен кейін, саллаллаху алейхи уассалам, үмметтің ешбір адамына пайғамбар атағы берілмейді. Жаңа пайғамбар келмейді. Сондықтан бұрынғы пайғамбар қайта келеді дейді. Егер осы айтылған сөздерге аз ғана ой жүгіртсеңіз, өте таң қаларлық бір қайшылық пен ақылға сыймайтын жағдай анық көрінеді. Егер пайғамбарлар келуі тоқтаған болса, не үшін тоқтады? Бір ғана себеп бар. Егер оны себеп деуге болса, ол артықшылық себебі. Яғни сондай бір ұлы пайғамбар келді. Оның келгеннен кейін мәңгілікке жаңа пайғамбарлықтың қажеті қалмады. Егер олар бұны мойындаса, онда біз бен олардың арасында нағыз айырмашылық туындайды. Бірақ олар да қажеттілікті мойындайды, біз де мойындаймыз. Біз де айтамыз, пайғамбарлық қажет болып қала береді. Сіз де сөзсіз мұны мойындайсыз. Сонда айырмашылық пайғамбар келеді ме, келмей ме дегенде емес. Айырмашылық мынада: пайғамбар үммет ішінен шыға ма, әлде Мұсаның үмметінен қарызға алына ма? Айырмашылық тек осы. Онда хатаман набиин аятының айырмашылыққа қандай қатысы бар? Айырмашылық тек осында ғана. Мен бұл сөзімді тағы қайталаймын. Сіз барып сұрап көріңіз. Барлығы бір ауыздан бір пайғамбардың келуі қажет екенін мойындайды. Олар біледі, міндетті түрде бір пайғамбар келеді. Ол кім болады? Даудың негізі сонда. Біз айтамыз, ол Мұхаммедтің үмметінің ішінде туылады, және оған пайғамбар атағы беріледі. Ал олар айтады, енді Мұхаммедтің үмметінде ешқандай ана пайғамбар туа алмайды. Сондықтан Алла мәжбүр болды, себебі пайғамбарлық қажет болды. Бірақ жанасын тағайындай алмайды. Сол себепті Алла бұрынғы бір пайғамбарды сақтап қойған. Ал ол пайғамбар кім? Мұсаның үмметінің пайғамбары. Ол пайғамбарды Кәрім Құран бүгінде
Исраил ұрпақтарына жіберілген елші деп айтады. Сонымен Мәсіх кім? Исраил ұрпақтарының елшісі. Енді олар айтқан Мәсіх түссе де, пайғамбарлық мәселесі бәрібір бұрынғы қалпында қалады. Қайтадан келген бұрынғы пайғамбар болсын, немесе жанасы болсын, бәрібір ол пайғамбарлық жүйесіне нұқсан келтіреді. Ал Мұхаммедтің үмметінің ішінен пайғамбардың шығуы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам абыройына қарсы келмейді. Бірақ сырттан қарызға пайғамбар әкелу, яғни мұқтаждық бар кезде үммет ішінде ешкім сол қажеттілікті өтей алмайды деу, бұл Мұхаммедтің үмметіне жасалған құрметсіздік. Енді келесі мәселеге тоқталайын. Сонда сіз шын таң қаласыз. Яғни осы сенімді естігенде, неге жүрегіңізде бір ретте болсын, осы бізге қандай сенім тағылып жатыр деген сұрақ туындамады деп таң қаласыз. Өйткені бұл сенімді молдалар сіздің атыңыздан айтып жүр. Сіз олардың артынан ергенде, олардың сенімінің де артынан ерген боласыз. Олар былай дейді: бұрынғы Мәсіх түседі, себебі оған қажеттілік бар. Ал егер ешқандай қажеттілік жоқ бола тұра, Құдай бұрынғы пайғамбарды сақтап қойған десе, бұл Алланың даналығына қарсы сөз болар еді. Яғни қажеттілік бар, сондықтан пайғамбар келуі керек, және ол бұрынғы пайғамбар болады. Егер сіз түсетін пайғамбарға Құраннан Исраил ұрпақтарына жіберілген елші деген аятты көрсетіп берсеңіз, ол сізге не деп жауап береді? Ол айтады: енді менің пайғамбарлығым кеңейтілді, бұрын пайғамбарлығым шектеулі еді. Сонда бұл жаңа пайғамбарлық болғаны ғой. Ал бұрынғы пайғамбарлығы қайда қалды? Бұрынғы пайғамбарлық Исраил ұрпақтарына арналған шектеулі пайғамбарлық еді. Ал ол енді Мұхаммедтің үмметіне келіп, билік жүргізуі үшін міндетті түрде оған жаңа пайғамбарлық берілуі керек. Біз Әзіреті Мұхаммед пен саллаллаху алейхи уассалам бұрынғы пайғамбарлар арасындағы айырмашылықты айтқанда, ең маңызды әрі негізді айырмашылық ретінде мынаны айтамыз: Расулулла саллаллаху алейхи уассалам бүкіл адамзатқа жіберілген ең алғашқы және жалғыз пайғамбар. Бұған дейін ешбір пайғамбарға күллі адамзатқа билік жүргізу құқығы берілмеген. Бұл сондай анық әрі шындыққа сай ақиқат, бұнымен ең қатаң пікірлі молда да дауласа алмайды. Дұрыс қой, солай ма? Иса солардың қатарында болды ғой, солай емес пе? Егер болған болса, онда қай кезде осындай өзгеріс орын алды? Яғни бұрын тек Исраил ұрпақтарына келген пайғамбар Иса қалайша Мұхаммед Расулулланың саллаллаху алейхи уассалам бүкіл әлемге арналған пайғамбарлығына ортақтаса қалды. Ортақтасу бұл сырттан келген адамға тән нәрсе. Ал ол өз әкесінің мұрасын иеленеді. Ол ортақтасушы емес. Сондықтан бізге сендер пайғамбарлыққа ортақтасып жатырсыңдар деп айтатындар өздері пайғамбарлыққа зор деңгейде ортақтасып отырғандар. Енді әрі қарай қараңыз, бұл сенімнің мағынасы не? Иса пайғамбарға көкте Алланың елшісіне саллаллаху алейхи уассалам түсірілген Құран кәрім түсті ме? Жоқ, түскен жоқ. Оған басқа ілім берілген болатын. Құранның өзі айтады, оған Инжилдің ілімі берілді, және оған Тәуратқа амал ету парыз етілді. Бұл Құранда бар аят. Ол өзі де былай деген: мен Тәуратқа бір үтір де қосу үшін, немесе одан бір нәрсені алып тастау үшін келмедім. Бұл мұсылмандардың мойындайтын ақидасы. Енді оған жаңа пайғамбарлық беріледі дейді. Оған Құран беріледі екен. Себебі ол Алланың сөзін пайғамбар емес біреуден үйрене алмайды. Осыған байланысты олар мынадай сенім ойлап тапқан: Құран оған қайтадан түсіріледі екен. Егер Құран қайтадан түсірілмесе, ол Құранның не екенін қайдан білмек? Ол тек Инжилді біледі, ал Құран жөнінде оған алғашқы өмірінде ешқандай ишара да, түсінік те берілмеген. Енді ол қайта келсе, жаңа Құранмен келеді деген сөз. Алайда Құран тек Мұхаммед Расулуллаға түсірілген, саллаллаху алейхи уассалам. Бірақ Мәсіхке Алла тағала тікелей Құран кәрімді қайтадан түсірмейінше, ол Құран ілімі жайлы ештеңе білмейді. Сонда ол Мұхаммед Расулуллаға толық деңгейде ортақтасушыға айналады. Оған қайтадан Құран түсіріледі. Бұрын билігі тек Исраил ұрпақтарымен шектелген пайғамбар енді бүкіл әлемге билік жүргізетін болады.
бұл бұрынғы ескі пайғамбар емес, бұл жаңа пайғамбар. Сонда әлем соңғы пайғамбар ретінде Мұхаммед Расулулланы емес, саллаллаху алейхи уассалам, осы пайғамбарды көретін болады. Сондықтан бұл айырмашылық жай ғана сөз жүзіндегі емес, әрі қарай тереңірек қарасақ, өте күрделі сенімдік қайшылыққа айналады. Бірақ Мәсіхке қатысты сенім жағынан ешқандай нақты айырмашылық жоқ. Алланың елшісі Мұхаммедтен кейін, саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбар келеді дегенге олар да сенеді, біз де сенеміз. Біз мынаны айтамыз. Мұхаммед пайғамбардан кейін, саллаллаху алейхи уассалам, ешбір пайғамбар басқа қауымнан, басқа үмметтен келе алмайды. Тек Мұхаммед Расулулланың үмметінен, саллаллаху алейхи уассалам, қандай реформатор келсе де, осы үмметтің ішінен шығады. Қайсы бірі рухани ілім алса да, оны Алланың елшісі Мұхаммедтен алады, саллаллаху алейхи уассалам. Ол Құраннан дінді үйренеді. Және осындай дәрежеге көтерілгенде, ол Мұхаммед пайғамбардың, саллаллаху алейхи уассалам, қызметін жалғастырушы ретінде сол іспен айналысады. Ол іс не? Яғни, Мұхаммедтің, саллаллаху алейхи уассалам, дінін бүкіл әлемге үстем ету. Міне, бұл біздің сеніміміз. Енді мен Хатаман Набиин аятына келемін. Бұған дейін мен екі жақтың сенімін түсіндіріп жаттым. Егер қайшылық болса, ол неде екенін. Хатаман Набиин аятына олар мынадай мағына береді. Сондай пайғамбар келді, ол барлық бұрынғы пайғамбарларды ғана емес. Сонымен бірге пайғамбарлықтың тұқымын да аяқтады. Пайғамбарлықтық тұқым жойылды. Әзіреті пайғамбарға дейін, саллаллаху алейхи уассалам, қанша пайғамбар болса, барлығын аяқтады. Олар бұған сенеді, солай ма? Қалай аяқтады? Физикалық тұрғыдан ба, әлде рухани тұрғыдан ба? Екі мағынасы да болуы мүмкін. Егер физикалық тұрғыдан десе, барлық пайғамбарлар өз өлімдерімен дүниеден өтіп кеткен. Бір ғана тексеретін жағдай қалды. Ол Иса, олардың сенімі бойынша. Біздің сенімімізде емес. Біз айтамыз, барлық пайғамбарлар физикалық тұрғыдан да күмәнсіз дүниеден өтті. Яғни сіздің үмметіңіз, о Расулулла, пайда болған кезде бірде-бір басқа пайғамбар тірі болмаған. Олар сіздің дүниеге келуіңізден бұрын өмірден өткен. Сіздің пайғамбарлығыңыздан бұрын қайтыс болған. Ал бізді айыптап жүрген молдалар былай дейді. Жоқ, бір пайғамбар тірі болды. Ол тірі болған және тірі қалды. Олардың сөздеріне сенсек. Енді олардан сұрайық. Кім кімді аяқтады? Олардың айтуынша, пайғамбарымыздан, саллаллаху алейхи уассалам, 570 жыл бұрын бір пайғамбар, яғни Иса алейхиссалам туылды. Сосын ол 570 жыл өмір сүріп, аспанда отырып, жердегі жағдайды бақылаған. Оның көз алдында бір бала дүниеге келеді. Ер жетеді. Пайғамбарлық міндетін атқарып, өмірден өтеді. Сонда кім-кімді аяқтады олардың сөзінше? Алла сақтасын. Олардың сөзін рас десек, Иса алейхиссалам, Алла елшісі Мұхаммедті, саллаллаху алейхи уассалам, аяқталған күйде көріп отыр. Ол пайғамбарымыздың, саллаллаху алейхи уассалам, мен біріншісімін де, соңғысымын да деген екі сөзін жоққа шығарғанды. Егер бұған дене тұрғысынан қарасақ, онда бірінші Мәсіх. Өйткені ол бұрын туған. Ал егер өлім тұрғысынан қарасақ, онда соңғысы да Мәсіх. Өйткені ол кейін қайтыс болады, дейді олар. Сонда олар пайғамбарлықтың аяқталуы ұғымын толығымен жоқ қылғанды. Келесі қадам кеңшілік. Барлық пайғамбарлардың кеңшілігі Құран кәрімнің түсуінен бұрын аяқталған еді. Барлық пайғамбарлар өз кеңшілігінің мерзімін аяқтап қатарларын түйген болатын. Тек Мәсіх қана қалған. Олар былай дейді. Оның кеңшілігін Алланың елшісі, саллаллаху алейхи уассалам, аяқтай алмағаны былай тұрсын. Керісінше, ол сол кеңшілікті Алладан алды. Бірінші өмірінде ол оған берілмеген еді. Оның кеңшілігі артты.
және Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін оның үмметін тірілтуде негізгі рөлді Мәсіх атқарады. Яғни Мұхаммедтің үмметі өліп бара жатқан, онда тыныс алатын күш қалмаған еді. Оны тірілткен Мұсаның үмметінің Мәсіхі. Ендеше ол кеңшілікті қалай аяқтады? Физикалық тұрғыдан да, кеңшілік тұрғысынан да аяқтай алмады. Және олар пайғамбарлықтың аяқталғанына сенеміз деп айтады. Олардікі қате. Мен ғалымдарға бірнеше рет айттым. Осы мәселе туралы талқылаңдар. Мен дәлелдеймін, біздер беретін түсіндірмелерде біз сенетін мағыналар өте жоғары деңгейде. Және сендердің беретін түсіндірмелерінде бар мағыналарға біз сенеміз, өздерің сенбейсіңдер. Айтып жатқандай, хатамның мағынасы аяқтау. Мен дәлелдедім, олар пайғамбарлықтың аяқталуын физикалық дене жағынан да, рухани жағынан да қабылдамайды. Ахмадия жамағаты екі жағынан да Әзіреті Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам хатам деп санайды. Құран кәрімде хатаман набуат емес, хатаман набиин делінген. Ан-набиин. Қанша пайғамбар болса, барлығын Алланың елшісі Мұхаммед аяқтады, саллаллаху алейхи уассалам. Біз айтамыз, Иса Мұхаммед пайғамбардан бұрын қайтыс болған. Сол себепті ешбір пайғамбар физикалық ғұмыр кешу жағынан одан оза алмады. Рухани береке де тек Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам үмметімен шектелген. Ал Исаға тіпті 30-дан аса ізбасар қалдыру мүмкіндігі де бұйырмады. Рухани тұрғыда Иса алейхиссалам көп құрбандық жасағанымен табыс жағынан әлсіз пайғамбар ретінде көрінеді. Оның дүниеден өткеннен кейін ұзақ уақыт өткен соң бірте-бірте Алла жеңіс нәсіп етті. Бірақ өмірінде Иса алейхиссалам бұндай кереметке ие болмады. Ал Мұхаммед Расулулла саллаллаху алейхи уассалам бұл құрметке тірі кезінде ие болды. Өзі бастамашы болған арабтардағы рухани төңкеріс жүзеге аспайынша көзін жұмбады. Бұл керемет төңкеріс араб жерінен асып, бір жағынан Хасраудың, екінші жағынан Кесардің империясына дейін жетті. Осы оқиғалар Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам көзі тірісінде-ақ орындалды. Мұндай ұлы пайғамбардың үмметін тірілту үшін сырттан Мәсіх келу керек деу мәнсіз ой. Ахмадия жамағаты бұл көз қарасты қабылдамайды және оны хатаман набиин аятына қайшы келеді деп санайды. Біз қандай мағынада түсінеміз? Біріншіден, біз арабтар арасында кең таралған және бүгінге дейін қолданылып келе жатқан мағынаны түсінеміз. Хатам сөзін Құран ойлап тапқан жоқ. Бұл барлық арабтарға белгілі тұрақты сөз. Арабтар хатам сөзін ең үздік, ең жоғары уақыт жағынан емес, мәртебесі жағынан ең соңғы деген мағынада қолданады. Яғни одан асатын ешкім жоқ. Мысалы, әйгілі дәрігер Ибн Сина, ол барлық емшілердің атасы деп есептеледі. Ол туралы Хатамул ат-Тиба, емшілердің хатамы деп жазады. Ал араб ақыны Әл-Мутанабби, ол пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам кейін өмір сүрген. Оның өлең жинақтарында Хатама Шуара, барлық ақындардың хатамы деп аталады. Яғни хатам сөзінің мағынасы арабтарға әбден түсінікті болған. Одан әрі қарай қараңыз. Біздің заманда Дели қаласында Хаким Аджмальхан деген кісі өмір сүрді. Ол өте танымал жоғары деңгейдегі емші болған. Оның есімі әлі күнге дейін медициналық ғылымда құрметпен аталады. Оның өмірбаянында Хатамал Хукама немесе Хатамул ат-Тиба деген атақ жазылған. Яғни барлық даналардың немесе емшілердің мөрі. Барлық араб тіліндегі қолданысты қарап шықсаңыз, Құрандағы бұл даулы аяттан басқа хатам сөзінің мағынасы ретінде уақыт жағынан соңғы деген түсінік мүлде қолданылмайды. Бірақ дәреже мен мәртебе жағынан ең жоғары деген мағынада көп кездеседі.
яғни араб бір ақынды хатам десе, ол бұл ақынның шеберлігіне тең келетін ешкім енді келмейді деген сөз. Оған шәкірт болуы мүмкін, бірақ теңі немесе ұстазы болуы мүмкін емес. Бұл мөр іспетті мойындалған дәреже. Хатам деген дәл осы мөр. Сол арқылы біреудің шынайылығы анықталады. Ал егер бұл ақынның растауы болмаса, ол жарамсыз болады. Сондықтан сол ұстаздар олардың куәлігі жүретін болса, олар хатам деп аталады. Сол емшілер, өз саласында шеберлік дәрежесіне жеткендер, олар да хатам деп аталады. Және хатам сөзінің бір қолданылуы бұл тікелей пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам өз аузынан естіледі. Ол Әзіреті Әлиге радиаллаху анху қарап, сен әулиелердің хатамысың деген. Басқа бір риуаятта сен таңдаулылардың хатамысың деп айтылған. Екеуінің мағынасы бір. Келесі сөз ерекше мәнге ие. Қалай мен пайғамбарлардың хатамы болсам, солай сен де, ей Әли, әулиелердің хатамысың. Енді хатам сөзінің мағынасын молдалар қалай аударатынын қойып көріңіз. Қандай мағына шығады? Мұнда кәмә сөзде бар. Яғни, мен қандай болсам, сен де сондайсың. Демек, біз екеуіміз хатам болу жағынан теңіміз. Бірақ мен пайғамбарлардың хатамымын, ал сен әулиелердің хатамысың. Онда молдалардың аудармасына сәйкес мынадай мағына шығады. Ей Әли, қалай мен келгеннен кейін пайғамбарлықтың барлық түрі тоқтаған болса, бірақ бұрынғы пайғамбар келуі мүмкін. Дәл солай сенен кейін исламда әулиелік те тоқтайды. Сонда расында Алланың әулиелеріне қорқыныш жоқ, әрі олар қайғырмайды деген Құран аяты бекерге айналады. Құран астапыралла қате болып қалады. Енді ешқандай әулие дүниеге келмейді. Өйткені мен пайғамбарлардың соңғысы болсам, сен үмметтің соңғы әулиесісің. Сенен кейін ешкім әулие бола алмайды. Бұл мағына қабыл етіле ме? Бұны мойындауға бола ма? Әсте болмайды. Енді сұрақ, әулиелік те тоқтады ма? Пайғамбарлық тоқтады, жаңа пайғамбар келе алмайды. Ал енді ешқандай әулие де келмейді ме? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әлиге, ей Әли, сен әулиелердің хатамысың деп айтқан. Енді хатам деген сөзге молдалар берген мағынаны алсақ, онда бұл сен соңғы әулиесің. Енді ешқашан әулие келмейді дегенге саяды. Ал бұл жалған. Сондықтан хатам сөзінің мағынасы екі жағдайда да тең қолданылатын мағына болуы керек. Өлшеуіш, мысалы метр, матаның түріне қарай өзгермейді ғой. Жібек өлшесең де, қалың мата өлшесең де, ұзындық бірдей қалады. Ахмадия жамағатының пікірінше, хатам сөзінің ең кең таралған белгілі мағынасы осы жерде де дәл солай қолданылады. Бұл мағына ең жоғары, ең ұлық дегенді білдіреді. Яғни соңғы жол, соңғы рухани мөр, басқалар соған қарап өлшенетін тұлға. Мағынасы мынадай: мен пайғамбарлар үшін өлшем болдым. Мен растамайынша, менің белгілерім ондай адамнан табылмайынша, ешкімнің пайғамбарлығы шын бола алмайды. Дәл сол секілді, әулиелік жолында сенің, яғни Әлидің қарсысы боламын деген адамның бойынан сенің рухани іздерің табылмаса, ол мен әулиемін десе де, ол жалған сөз. Осы мәселені дұрыс түсінсең, бүкіл жалған сопылардың бетпердесі ашылады. Мысалы, өздерін Әзіреті Әлидің жолын ұстанушымыз деп санап, бұлтанда билеп, дабыл қағып, Әли деп ұрандататындар, іс жүзінде Әзіреті Әлидің сүннетіне қарсы әрекет жасап жүргендер. Бұл олардың нағыз әулие емес екенін көрсетеді. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Әзіреті Әлиді әулиелердің мөрі деп атаған. Ендеше, егер бұл ақиқатты парасатпен түсінсек, үлкен рухани пайдаға кенелеміз. Ал даналықсыз тек ұран мен фанатизмнің соңында кетсек, онда бүкіл рухани береке қолымыздан сусып кетеді. Енді әрі қарай жалғастырайық. Хатам сөзінің тағы қандай мағынасы бар?
үстіңгі жағы таңбаланған мөр жүзігі. Егер оны бір жерге басса, бұл мөр растау белгісі болып саналады. Бұл өте ұлы мәлімдеме. Мұндайды ешбір пайғамбар жасаған емес. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам барлық пайғамбарларды растайтын мөр иесі деп танылған. Бұны бұған дейін рухани мағынада айтқанбыз. Енді сыртқы мағынада да растайық. Оның мөрімен расталған пайғамбар ғана шын пайғамбар, ал расталмағаны жалған. Мен мұны басқа дін өкілдеріне бірнеше рет дәлел ретінде ұсындым. Осы күнге дейін ешкім бұл шақыруға жауап қайтара алған жоқ. Менің талабым, маған әлемде Алланың елшісі Мұхаммедтен басқа бүкіл пайғамбарларды растаған бір пайғамбар көрсетіңіз. Ондай бірде-бірі жоқ. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жалғыз пайғамбар. Ол былай деді: тек мені мойындағандарың жеткіліксіз. Мен де куәлік етемін. Алла тағала барлық ғасырларда барлық халықтарға пайғамбарлар жіберген. Сендер де бұған, яғни Алла барлық замандарда әрбір мекенге, әрбір қауымға пайғамбар жібергеніне сенулерің керек. Егер бұған сенсеңдер, маған келтірген имандарың қабыл болады. Егер сенбесеңдер, онда мені мойындауларың қабыл болмайды. Құранда былай делінеді: пайғамбар өзіне Раббысынан түсірілгенге иман келтірді. Сондай-ақ мүміндер де барлығы Аллаға, оның періштелеріне, кітаптарына және елшілеріне иман келтірді. Біз Алланың елшілерінің ешбірінің арасына айырмашылық жасамаймыз. Яғни Мұхаммед пайғамбар сондай мәртебелі пайғамбар, ол Аллаға, періштелерге, кітаптарға және бүкіл пайғамбарларға иман келтірді. Оған ерген барлық мүміндер де осының бәріне сенуге міндетті болды. Олар былай деп мәлімдейді: яғни біз Алланың елшілерінің ешқайсысын бөліп жармаймыз. Алла тарапынан келген әрбір пайғамбарға иман келтіріп, оны мойындау керек. Міне хатаман набиин, пайғамбарлардың мөрі деген осы. Егер басқа мағынасы болса, көрсетіп беріңдер. Ол мағына ислам дінінің бүкіл әлемге үстемдігін дәлелдеуі керек, оның артықшылығын айқындауы тиіс. Басқа ешбір дін оның алдында бас көтере алмайтындай болуы керек. Ал енді бұдан кейін ешқандай пайғамбар болмайды деген уәжге қандай дәлел бар? Бүкіл болашақты кім көріп білген? Ешкім сенбеген және сенбейді де. Алдымен барлық пайғамбарларға иман келтіру керек. Сонда ғана сенім шын болады. Әйтпесе, ислам дінінің үстемдігін олардың уәжі арқылы дәлелдеу қисынсыз. Бірақ мен айтып жатқан мағынаға сәйкес, Құран барлық кітаптардың ең үстемі болады. Себебі ол алдыңғы кітаптардың барлығын растады. Мұхаммед Расулулла бүкіл адамзаттан үстем болады. Өйткені барлық пайғамбарларды растады. Ал хатаман набиин, пайғамбарлардың мөрі деген атақтың өзінде-ақ оның әлемдік пайғамбар екендігі қамтылған. Бүгінгі күні бірде-бір пайғамбар бүкіл әлемге жіберілгенмін деп айта алмайды. Мысалы, егер Исаны алсақ, қазіргі христиандардың айтуынша және Інжілде жазылғанға сай, ол өзге халықтарға келген пайғамбарларды мүлде аузына да алмаған. Христиандардың пайымы бойынша, егер басқа пайғамбарларды жалған десеңдер ғана, Иса шын болады. Ал егер басқа біреуді шын десеңдер, онда Иса жалған болады. Басқа пайғамбарлардың бәрінің де жағдайы осындай. Олар өздерін ғана растады. Олардың қауымы қабыл етті. Бірақ ол кезең өтіп кетті, аяқталды. Бүгінде бірде-бір пайғамбардың әлемдік болу туралы мәлімдеме жасауына мүмкіндік жоқ. Мысалы, егер Иса сондай мәлімдеме жасаса, онда мұсылмандар қандай құрбандыққа баруы керек болар еді? Мұсылмандар Мұхаммед Расулулладан бас тартып, Исаға сенуі керек болады. Егер Исаны бір үндіс қабылдайтын болса, онда ол Кришнаны тастап, Исаға сенуі қажет. Екеуін қатар ұстана алмайды. Бір буддист қабылдаса, Будданы тастап, христиан болуы тиіс. Ал мұсылман болса, ол Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам жолын ұстанса, Иса пайғамбардан бас тартуы қажет емес. Қайта оны да мойындауы тиіс. Будданы да, Кришнаны да, Заратуштраны да шын пайғамбар ретінде тануы керек. Бұл бүкіл халықтарды
бір қолдың астына жинайтын әлемдік дін. Сондықтан Хатаман Набиин аяты ұлы аят. Оның көптеген қырлары бар, рухани мағыналары терең. Егер ақыл мен жүрек тереңдігімен ойлансан, мұндай дәрежедегі аят дүние жүзінде ешбір пайғамбарға берілмеген. Және бұның мағынасы жай ғана соңғы пайғамбар болуда емес, бұны мен айтқан мағынада өздері де теріске шығарып отыр. Сұрақ: сонда Хатаман Набиин пайғамбарлардың мөрі қай жағдайда айтылған? Сіз оқытқан аят: Мұхаммед сендердің еркектеріңнің ешқайсысының әкесі емес, бірақ ол Алланың елшісі және пайғамбарлардың мөрі. Бұл нені білдіреді? Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сендердің еркектеріңнің ешқайсысының әкесі емес. Көптеген адамдар мұны еркектердің әкесі емес деп аударады. Мен бұнымен келіспеймін. Себебі рижалкум дегеніміз сендердің еркектерің дегенді білдіреді. Жалпы сендер сияқты еркектердің әкесі болу мақтаныш емес. Сендер оның ұлы жоқ деп айыптайсыңдар. Сондықтан ол төмен деп есептейсіңдер. Құран айтады, сендер сияқты адамдардың әкесі болу мақтаныш емес, керісінше ұят нәрсе. Мұнда ешқандай құрмет жоқ. Ол кімнің әкесі? Ол барлық пайғамбарлардың әкесі. Хатам сөзі кейде әке мағынасында да қолданылады. Біз хатам сөзінің мағынасына толық сенеміз. Бұл сөздің терең даналығы бар. Әл-вәләд сиру әбих. Бұл араб мақалы. Мағынасы бала әкесінің сырын өзінде сақтайды. Ол кезде ген деген нәрсе ашылмаған еді. Бірақ пайғамбарымыз Мұхаммедтің заманында саллаллаху алейхи уассалам Хатаман Набиин аяты түскен кезде бұл мәлімдеме ғылыми дерекке емес, рухани шындыққа сүйенген болатын. Ал қазір ғылым дәлелдеді, бала әкесінің қасиеттерін алып жүреді. Егер бірде-бір пайғамбар Мұхаммед Расулулланың рухани баласы емес болса, онда ол пайғамбар да емес. Өйткені барлық пайғамбарлардың рухани әкесі Мұхаммед деп бекітілген. Сондықтан хатам деген мағынада сен Мұхаммед Расулулланың бейнесін шын пайғамбарларда көресің. Әрбір шынайы пайғамбарда Мұхаммедтің бейнесі байқалады. Егер байқалмаса, ол жалған пайғамбар деген сөз. Қаншалықты ұлы мағына бар Хатаман Набиин сөзінде. Хатаман Набиин дегенді былай түсіну, яғни ол барлық басқа пайғамбарлардың берер нығметін жойып, өзінің нығметін де аяқтады деген ең үлкен надандық. Бұндай надандықты Құран ашық түрде теріске шығарады. Енді түсіндік, алдыңғы нығметтер дини жағынан да, рухани жағынан да аяқталды. Ал Әзіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бүкіл әлемдік пайғамбар болды. Оның хатамымен пайғамбарлар танылады. Оның растауынан кім пайғамбар екенін білетін боламыз. Кімнің мінез құлқы оның мінез құлқына ұқсаса, сол шынайы. Ал керісінше болса, шынайы бола алмайды. Өйткені ол барлық пайғамбарлардың әкесі. Енді келесі сұрақ: сіздің өз рухани ұлыңыз болады ма? Әлде ол да аяқталды ма? Егер барлық нығметтер аяқталып, сіздің нығметіңіз де аяқталса, сонда адамзатқа не пайда? Бұдан бұрын нығметтері жалғасып жатқан, дәрежесі төменірек пайғамбарлар да жетерлік еді ғой. Құран кәрім былай дейді: Әзіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам барлық пайғамбарлардың нығметін аяқтап, өз нығметін бастады. Онда ешқандай кемшілік жоқ. Келесі аят Құранның Ниса сүресінен алынған, соны алдарыңызда оқиын. Бұл пайғамбарлықтың аяқталу мәселесіне қатысты соңғы әрі нақты шешім болып табылады. Ан-Ниса сүресінде былай делінген: кім Аллаға және елшіге бағынса, міне солар Алла нығмет бергендермен бірге болады. Енді кім Аллаға және осы пайғамбарға, яғни Мұхаммед Расулуллаға бағынса, саллаллаху алейхи уассалам, оларға қандай жазалау болмақ? Жазалау емес, керісінше марапат беріледі. Бұрынғы пайғамбарларға бағынғандар алған марапаттан аз марапат ала ма? Жоқ, кем дегенде сондай марапат беріледі.
бірақ дәрежесі олардан да жоғары болады. Бұл аят дәл сондай талап қояды. Кім Аллаға және елшіге бағынса, міне солар Алла нығмет бергендермен бірге болады. Енді тек осы адамдар ғана Алланың марапатына лайық болады. Қалғандарының мерзімі аяқталды. Оларға бұндай нығмет берілмейді. Хатам дегеннің мағынасы басқалардың бұлақтары жабылды, тек өзінікі ғана ағып жатыр. Енді нығметке кенелгің келсе, оның артынан ер. Және былай делінді. Кімдер марапат алады? Тізімді атап өтті. Миннан набиин, яғни пайғамбарлардың қатарынан болады. Ас-сидиқин, шыншылдардың қатарынан болады. Аш-шухада, шахидтердің қатарынан болады. Ас-солихин, ізгілікті адамдардың қатарынан болады. Ва хасуна илайка рафиқа. Бұл серіктер Мұхаммед Расулулланың құлдары қатарынан. Бұлар ең жақсы серіктер. Олардан жақсысы жоқ. Яғни марапат тізімі бұрынғыдай. Бірақ хасуна илайка рафиқа деген сөз мәртебені жоғары қылды. Енді сен бұрынғы қауымдардан серік іздегенің дұрыс емес. Егер серік іздесең, Мұхаммед Расулулланың үмметінде оның құлдарынан туған пайғамбарлар, шыншылдар, шахидтер, ізгілікті адамдардың серігін ізде. Олардан жақсы серік табылмайды. Осы айқын және ашық аяттан кейін Хатаман набиин аятын былай аудару: сіз Исадан басқа барлық пайғамбарларды аяқтадыңыз және барлық берекені тоқтаттыңыз. Тіпті өзіңіздің берекеңізді де тоқтаттыңыз. Енді осы үмметте сіздің құлдығыңыздан туған ешбір пайғамбар болмайды деу қате. Құран не дейді? Оның құлдығында туылуы мүмкін, бірақ тек пайғамбар ғана емес. Әр мәртебе, әр сый енді Мұхаммед Расулулланың құлдығына байланған. Тек пайғамбарлық қана емес. Шыншылдық та, шахиддік те, ізгілік те тоқтады, бірақ бөгеттер басқаларға қатысты. Мұхаммед Расулулланың құлдығында бұндай ешбір бөгет жоқ. Сонда бұл аят құл пайғамбардың келетінін жариялайды. Бұрынғы Мұсаның құлын Мұхаммед Расулулланың үмметіне берекет таратушы жасаудың орнына, егер ар намыс болса, Құранның мына мағынасын қабылдау керек. Яғни қажеттілік туғанда Мұхаммед Расулулланың құлдарынан бірі тұрып, оған пайғамбарлық берілетін болады. Бірақ Мұхаммед Расулулланың үмметі шеңберінде және оған деген құлдық құрбандығы арқасында. Бұл біздің сеніміміз. Егер бұл Алла сақтасын, Расулулланы қорлау болса, онда сол сенімдеріңізді ұстана беріңіздер. Яғни Мұхаммед Расулулланың үмметінде бәрі сәтсіздікке ұшырайды. Мұсаның құлын іздеу керек болады. Ол жаңа Құранмен келеді. Яғни Құран оған қайта түседі. Және соңғы берекені жеткізуші Исаның өзі болады. Сонда кім Хатаман набиин болмақ? Алланың елшісі Мұхаммед пе, әлде Иса ма? Түсіндіңіз бе?